28 апрель бүткүлі дүния жүзлік минетті қорғау күні. Hər бір инсанның күллік һәм жыллық өмірі минет пенен тікелей байланыслы. Бірақ минет тек нәтиже емес, ал қауіпсіз һәм қолайлы орталықта істенуі шарт болған процесс есафланады. Сәне мүнәсебеті менен еліміз бойлап саламат психологиялық социалдық жұмыс орталығын тәмейлейік атамасында әләжлар болып өтпекте. Кәсіпбесіміздің репортажында толығырақ мағлумат аласыз. Қазіргі заманауи минет базарында психологиялық қауіпсіздік түсінігі бірінші орынға шықпақта. Себебі бұқаралардың рухи жақтан тыныш болуы жұмыс нәтижелігін елде арттыратылығы іліми дәлелдерде тасдиқланған. Хош, бүгінгі күнде міне осы жұмысшылардың психологиялық жақсы шарайатын жарату бойынша бізде қандай жұмыслар әмелге асырылған. Өзді жұмыс орнында бұқараларға қайсы бірі абзалырақ, жоғары айлық па, яки болмаса жақсы психологиялық орталық па. Бұлардың барлығын әзір замаласларымыздың өзінен біліп аламыз. Жұмыс орнында не нәрсе әхметлі, жоғары айлық па, я жақсы психологиялық орталық па? Жақсы психологиялық орталық. Не үшін? Себебі ол адамның көңілі көтеріледі, жұмысқа барғың келеді. Жамаат жақсы болса, адам айлығы аз болса да істей береді. Мәселен, өздеріміз солай етіп істедік уақытында, не? Ал айлығы көп болғанменен дені сау орталық болмаса, адамның ол жерде істеуі қиын болады. Соның үшін адамдар арасындағы ауызбіршілік, қарым-қатынас бұл ең жақсы нәрсе. Жақсы сөз жан азығы. Жақсы орталығам, айлығам ақыметлі. Не үшін? Енді жақсы жасау үшін. Айлыққа да бар беремен. Жақсы орталыққа да бар беремен. Жақсы орталық болса жақсы, себебі дауами жұмыс істеу үшін жақсы орталық керек. Жақсы психологиялық орталық болса, ол кезде жақсы айлық болады. Себебі адам бірінші болып өзінде психологиялық жақтан рауажландырып жүрсе, ол хами диққаты, фокусы, энергиясының барлығы жұмысында болады. Ал психологиялық жақтан шаршап жүрген болса, энергиясын har жерге шаршап жүрген болса, ол жұмысқа ешқандай итибар бере алмайды ғой. Сондықтан жұмысам болмайды, одан кейін айлығам болмай қалады. Соның үшін көп табысқа шығу үшін бірінші психологиялық жақтан өзін турлау керек болады. Өміріміздің өзі 80% психологиядан барады. Енді біздер басқа затлармен әуре болып жүрміз ғой, соны турлайық, ананы турлайық деп. Бірақ бірінші адамның миінде өзгерістер болса, оның һәм жерінде өзгеріс бола береді. Әлбетте екеуі де болу керек. Жақсы айлық аламын, жақсы психологиялық орталық болмаса, ол да болмайды. Жақсы психологиялық орталық бар, бірақ дәлематың аз болса, ол да болмайды. Екеуі тең саналықта болу керек. Әрқилы мұқтаждылықтардан, мысалы балаларымыз оқып жатырыпты, сыртта оқып жатқан үшін маған жақсы айлық алу ақметлі. Менің пікірімше, жұмыста ең кекарғысы бұл жақсы психологиялық орталық. Себебі жақында оқып қалып едім, адамдар көпшілік ойлайды, экономикалық болмаса айлық деп ойлайды. Бірақ мен жақында бір іздетуді оқып қалдым. Сол дұрыс тәсілебінде ол жаңа экономикалық жақтан жоғары айлықты ақметті деп есептеуіміз мүмкін. Бірақ уақыт өткеннен кейін ол белгілі бір мұғдарға жеткеннен кейін ол одан қанатлану сезімі адамда жоқ болатын екен. Соның үшін менің пікірімше жұмыста социалдық психологиялық орталықтың күшті болуы, ол жұмыс өнімдарлығының артуына, минет біздердің коллективтегі біргеслесудің күшеуіне ақметлі құрал болып есептелінеді деп ойлаймын. Замаласларымыздың көпшілігі саламат орталықта жұмыс істеуді қалайтындығын білдірді. Бүгінгі күнде техникалық қауіпсіздікпенен бір қатарда жұмысшының рухи жағдайы һәм жәмиеттегі психологиялық орталық ахметлі орын тұтады. Өзбекстан кәсіптік қоғамдары федерациясы, Қарақалпақстан Республикасы бәнтлік һәм кәмбағалдықты қысқарту министрлігі, Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар басқармасы қатынасуында бүткіл дүние жүзілік минетті қорғау күніне бағдарланған дөңгелек саубет болып өтті. Ұшырасудың тикарғы мақсаты карханаларда тек қана физикалық жарақатланудың алдын алу емес, ал стресс һәм эмоционал шаршауды азайтуға қаратылған. Ләж дауамында қанегелер тарапынан минет қауіпсіздігі стандартлары, жаңа технологиялар һәм ең ахметлісі психологиялық тұрақтылықты сақлау бойынша түсініктер берілді. Қатынасушылар минет шараятларын жақсылау бойынша өзара тәжірибе алмасты. Қарақалпақстан Республикасы бойынша барлық мекемелерден минет қорғау бойынша қанегелер өздерінің көргізбелерімен қатынасып жатырыпты. Кәсіптік қоғамның басты вазифаларынан бірі есептелінеді. Себебі бұл дәстүрге айланған коллаждарды өткерудегі тикарғы мақсат қызметкерлерге мынас минет шариатын жарату, кейінгі уақытларда ажыратылып жатқан көп имканиятлардан кеңірек мағлұматлар беру болып есептелінеді. Кейінгі уақытта һәм кәсіптік қоғам
жетекшілері келіп жатырды, минетті қорғау бойынша har қанегелер келіп жатырды. Бұларға кеңінен дискуссия, ямаса сәуберлесу, кейінгі таза құқықтық нормалар бойынша мағлұматлар берілді. Бұл өз кезегінде минеткешілерге мünәсіп минет шариатын жаратуда өзінің ұнамлы тәсірін көрсетеді. Көпшілік адамдарымыз ойлайды, жұмыс орталықта оны физикалық жарақатланулардан қорғау деп түсінеді. Минет қорғау дегенде бұндан басқа да психологик социалдық жақтан қорғау бар. Жұмыс орталығында жұмысшыларға жұмыс уақытын қадағалау, 8 сағатлық нормада асып кетпеуі, уақыт-уақытыменен демалыстарды беріп тұру 10-15 минут аралығында. Жұмыс орталықта психологик жақтан шаршаулары болады. Мысалы, халыққа қызмет көрсету тарауларында қарқилы машқалаларменен келіп отырған бұқараларымыздың машқалаларын үйреніп шешемен дегенше уақыттың өтуіменен ол да психологик жақтан шаршайды. Солардың алдын алу үшін тарауда қадамlarымызға шариат жаратып беруіміз керек. Қазіргі уақытта кархана һәм шөлкелмер алдында тұрған үлкен вазифалардан бірі бұл ұнамлы жұмыс орталығын жарату. Дөңгелек сәубет жұмағында Өзбекстан кәсіптік аухамлары федерациясы тарапынан минетті қорғау, жәмиеттік қадағалауды шөлкелместіру бойынша республикалық таңдаудың Қырғызстан Республикасы басқышында жеңімпаз болғандар диплом һәм сауғалар менен сыйланды. Минетті қорғау күні бұл тек қана бір күнлік байрам емес, бұл жыл бойы этибарда болуы тиіс болған мәселе. Һәр біріміз өз жұмыс орнымызда қауіпсіздік қағидаларына әмел етуіміз һәм атраптағыларға құрметпенен қарауымыз зарар.